дос алда. Мына Жамбат пен Жазира деп жатыр ғой. Жамбат пен Жазира дегенде мен ауылдағы бір көршілерім есіме түсіп кетеді. Тет Нина мен дядь Коля деген көршілеріміз болатын. Жоқ, сол кісілер бір өмір бақи бір-бірін еркелетіп жүретін да. Нинка, Колька деп кам. Нинка, Колька деп екеуіне. Біз ойлайтынбыз, кімді көрсек те біз екеуінің атын бірге қосып айтатынбыз. Дядь Коля, тет Нина деп жаңағы. Сөйтсек олар екеуі екі бөлек адамдар екен ғой жаңағы. Қаншан көрсең бір-бірін еркелетіп атады бар ғой. Тіпті мас болып кіріп кетсе да дядь Коля Нинка деп көрген. Ар жақтан тет Нина жүгіріп жатады. Ой, Колька, что с тобой деп жаңағы. Біздікілерде ондай жоқ қой дейміз. Олар бір-бірін еркелеткен былай тұрсын, қорадағы малдарына дейін еркелетеді ғой енді. Ойбой, қыстан шыққан кезде, алғашқы көкке малдың аузы іліккен кезде қарсылап алуға барамыз алғашқы кездері. Тет Нина өзі бір кішкене бір объемный кісі болатын енді бар ғой. Сиырлар да сондай. Қыстан шыққан мал секілді, керісінше қысқа кіріп отырған малдар секілді бар ғой. Ана жаңа тет Нинаға кетіп барамыз, бәріміз жаңа дуң деп тет Нина кетіп барады. Біз қасында жаңа танк деп барамыз. Біз бір-бірімізбен сөйлесіп тұрамыз қазақтар. Тет Нина сиырлармен сөйлесіп тұрады ғой. Малдармен сөйлесіп тұрады. Кім адаммен сөйлескен секілді. Сиыр келіп жақындаған кезде, ана сиырға бітеп тұрып айтады. Зойка, где ходите? Где ходит? Разве так можно? Ну, Зойка, ладно ты, ну, Майка, ты же старшая же. Разве так можно? Я же здесь уже полчаса стою уже. Деда дома переживает уже. Апрелька голодная сидит. Давайте, чтобы не повторились, давайте быстро. Біз қазақтар малды артынан айтаймыз ғой. Тет Нина алдында кетіп жатады, сиырлар артында кетіп жатады, лесіп бар ғой. Тет Нина да мынандай, сиырлар да мынандай, бүкіл ауыл қарап тұратынбыз. Осылар не жейді екен деп бар ғой. Ой, артынан біздің сиырлар келе жатады ғой, қыстан шыққан ғой енді. Жүрістерін қарасаң бір Европаны мода көрсететін қыздар секілді бар. Бір-біріне аяқтар соғылып, қағылып, бір-біріне там көмектесіп, помогать етіп, мынандай болып қалған ғой. Тет Нина қораға кіреді, есікті ашып жібереді деп айтқан. Апрелька, мама пришла, иди, давай быстрее, давай, февралька, давай. Ан жерінде шошқалар жатыр, олардың да аттары бар. Че, Михайлович, голодный, да? Сейчас деда придет, накормит вас, деп кам. Үйіне кірсең, ой, балапан, торай, қошақан, ботақан, әйтеуір толып атады. Үйіне кіргенде бірдеңе басып кетем бе деп қорқып бүйтіп көресің. Борщтар дәмді болады енді бар. Кіріп қалсаң айтады, кушать будешь дейді. Енді сол үшін келіпсің ғой енді жаңағы. Садись дейді. Мебель, ыдыс-аяқ бәрін еркелетеді оған. Стульчик бери, садись, на тебе ложечка. Сейчас я тарелочку принесу тебе. 100 граммчик будешь? Тебе рано еще, ха-ха-ха. Сейчас деда придет вечером накатим. Мен оны айтып отқан жоқ, қарап тұрсам солар бір-бірін еркелеп. Үйдегі мал болсын, адам болсын, ыдыс болсын, мебель болсын. Мен де еркелетіп отыр. Тоқонай деп жаңа. Содан кейін ойладым. Біз қазақ әрқашан жақсы жағын байқамаймыз. Әр нәрсенің жаман жағын байқайды екенбіз. Біз үйде бірдеңе іздеп жүрсек, біз бүйтеміз жаңа. Яна құлақ жоқ кастрөлді кім көрді дейді жаңа. Құлақ жоқ кастрөл қайда дейді. Ан жақтан дауыс шығады. Тесік шелектің қасында дейді. Тесік шелек қай жерде тұрсың? Аяғы сынық стол бар ғой, соның астында тұрады ғой дейді. Арқасы жоқ орындық қай жерде? Мына жер кілең инвалид үйдің тұрған бар ғой. Ана тісі жоқ вилка бар еді ғой мына жерде бір жақ. Ана сынық кесенің қасында тұр ғой дейді. Не деген ыдыс-аяқ деймін да біздің үйдегі. Ол былай тұрсыншы, қорадағы малды айтсаңыздаршы біздің бар. Олардың аттары жоқ, біз өзіміз қойғанбыз кәдімгі. Ана мүйіз жоқ, сиыр жоқ. Соқыр сиыр қайда? Соқыр сиыр. Соқыр сиыр мына жағын өмір көрмейді. Мына жақпен жүреді вечный бір жаққа қарайды. Оның көзін өзіміз шығарып жібергенбіз ғой айырмені. Ойбай-ой, артынан қой келе жатады. Қойлардың аттарын айтсаңдар, ақсақ қой, тоқсақ қой жаңағы. Қотыр ешкі кілең жаңағы. Жүні жоқ тауық бізде кілең бар ғой. Қорада инвалид. Ана қой өзі әзер ақсақтап кетсе, біз оны тебеміз келіп. Жүре деп, анау тапраң етіп жүре алмай. Өзіміздің ішіп отырған асымыз, етіміз, біз солай қараймыз деп. Тет Нина қораны бүйтіп ашық қалғанда бүкіл мал жүгіріп атады, тамақ береді дейді. Біздің қазақта қораны ашық қалсан бүкіл мал тығылып атады кәдім бар ғой. Өйткені жаңа біз қарап жүреміз, ананы тебесін, мынаған бірдеңені тығып аласың, ананы чаңан, ананы мын жаққа. Сиырлардың артынан өтіп жатсаң кәдім сиырлар аяқтар дір-дір етіп тұрады кәдім бар ғой. Қойлардың өздері кәдім блокқа дайындалып тұрады бүйтіп жаңағы енді. Не істеп қойғанбыз енді. Мал былай тұрсын. Біз адамның бір толық атын айтпаймыз ғой. Біреуді көшеде іздеп жүрсек бүйтеміз жаңа. Берікті көрдім, қай берікті сәлі? Қазанбас берік бар еді ғой деп жаңа. Қай ол десең жаңа. Аяна қалқан бұлақ еріктің інісі деп жаңа.
ана шаңқылдақ сәуленің күйеуі ма деп жатыр. Иә, ана